Тікелей эфир хабары сіздермен бірге мен Жанна Әлімбаева. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Кентау қаласының тұрғыны Мұхтар Әуезов атындағы номер 22 мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Омаров Тұрар Мәдениетұлы келіп отыр. Арнамызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба, Жанна ханым? Енді алғашқы сұрағымыздан бастасақ. Сізді осы Кентау қаласына жақында көшіп келді деп естідік. Үлкен Шым қаласынан. Ондағы мақсатың себебі не сол көшіп келуді? Үлкен қаладан кіші қалаға көшіп келудегі? Сіз дұрыс айттыңыз. Осыдан 1,5 жыл бұрын, осы ақпан айының 6 күні мен бірінші рет Кентауға келдім. Бұған сеп болған, сол кезде мен есімде кешкісін Қазақстан Шымкент телеарнасында Кентау қаласының әкімі, сол кезде Бақытбек Байсалов прямой эфирге шықты, тікелей эфирге. Сөйтіп Кентау қаласының дамуы жөнінде, оның моноқалалар қатарына кіргендігін, өндіріс орындарының жанданатыны жөнінде, және бұрын кезінде екінші Швейцария деп атағандығы, Алматыдан кейінгі екінші жасыл қала болғандығы жөнінде айтып өтті. Сөйтіп өзімде бір қызығушылық пайда болып, ертесіне Шымкенттегі Самал автовокзалынан мініп, маршрут кетті. Сөйтіп Кентауға келдім. Сағат 11-лер шамасы әлі ұмытпаймын. Қыз, бірақ күн жылы түсіп, бана базар жақты тоқтап түстік. Бір қала ұнады, тіршілік болып жатыр. Адамдар көп, қалалық жүйемен жасалған қаланы біраз араладым. Сөйтіп аралап болғаннан кейін, бір әрине кез келген адамды бұл жердегі тұрғын үйдің бағасы қызықтырады, қанша екенін. Сөйтіп, сол жерде бір 10-20 теңгеден Биг Мак деген газет сатып, ашып қарасам, үйдің бағалары 20 мың, 25 мың доллар шамасында, 15 мың доллар да бар екен. Сөйтіп, қарадым, бір үй, 3 бөлмелі үй, 20 деп тұр екен, 18-ге беремін деді. Сөйтіп, сол үйді сатып алып, орталықта Салтанат магазинінің қасында. Сөйтіп, алып, сол жерге ертесіне көшіп келдім ғой бірден. Өзіме ұнайды. Рахмет, қала өте таза, кең. Кентау қаласының болашағы өте зор. Бірінші мәрте келуіңіз ғой? Иә, бірінші мәрте келуім, және мен бірден салыстырғаным, мысалы Шымкентте, мысалы жолақы 50 теңге болса, Кентауда 30 теңге. Сіз білсеңіз, мысалы мен бір жылдан асты, мен әлі автобусқа мінген емес, өйткені қала шағын, барлығы бір жерде орналасқан. Мысалы әкімшілік үйдің қасында, халық банкі, мектеп, мысалы бұрынғы қонақ үй, қазір бүкіл әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтар, білім бөлімі, спорт, әлеуметтік қызметтер бәрі орналасқан. Өте тиімді. Халыққа қызмет көрсету орталығы. Халыққа қызмет көрсету орталығы. Сосын Кентаудың бір жақсы жері, ол көше емес, аллея. Кешкісін бір Сарыағаштың бір санаторийінде жүрген сияқтысыз. Ауасы тап-таза, салқын. Өзіме қатты ұнайды Кентау қаласы. Өзіңіз Шым қалада туылғансыз ғой? Иә, Шымкентте туып өскем. Бұл өзім ата-анам ұстаз адамдар. Әкем 4 жасында қайтыс болған. Шешем, анам осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Сөйтіп, ұзақ жыл ауырды, өзі ес білгелі, анам Ильясова Зияда есімі ұзақ жыл ауырып, қайтыс болды. Содан кейін өзімде бір басқаша бір өмірімді өзгерткім келді, басқаша бағыт іздедім. Сөйтіп, Кентауға көшіп келдім. Жақсы, әңгімемізді одан ары қарай өрбітсек, сіз былтыр ғана көшіп келдіңіз. Сөйтіп, бірден жұмысқа орналасып кеттіңіз. Бұл қазір жұмыссыздардың қатарында қаншама жастарымыз тұр. Үлкен оқу орындарын бітіріп келген жан-жақтан. Осы жылдың басы емес, аяғы емес жұмысқа орналасып кетуге қандай көмектер тигізілді? Кімдердің көмегі тиді сізге? Қалай қол жеткіздіңіз? Сұрағыңыз дұрыс. Сол ақпан айында көшіп келгесін, үйде бәрінің орналасып болғаннан кейін, бірінші әрине мәселе адам күн көру үшін жұмысқа орналасу керек. Өзім Шымкентте халықаралық Қазақ Араб университетін қызыл дипломға бітіргенмін, жыл мұғалімі болып істеген. Сосын бұл жаққа көшіп келгесін әрине жұмысқа орналасу керек болды. Сөйтіп әлеуметтік жұмыспен қамту орталығына барғам, ояқтағылар айтады, бізде 8 наурыз болып қалды. Сіз әже тіркеудің өзі 8 наурыздан кейін келіңіз дейді. Оның маған жұмыс істеу керек. Сөйтіп қала әкімінің сол кездегі орынбасары Бегайдар Алимбетов ағайдың қабылдауында болдым. Сөйтіп ол ағай айттым, жағдайымды бәрін тыңдады, көшіп келгенімді, әке-шешесі жоқ. Өзіме жалғыз балам, атым сол Тұрар деп қойған, жалғыз балам болғасын. Сөйтіп ол кісі айтты, бізде кешке сағат 6-та жиналыс болады, бөлім басшылары, 8 наурызда талқылаймыз. Сен соған кел. Кешкісін келдім, костюм шалбарымды киіп алған, әп-әдемі, қолымда грамоталарым бар, дипломым бар. Жиналыс болды, 8 наурыз талқылады, тапсырмалар берді. Сөйтіп Бегайдар аға айтты, біздің қаламызға осы Тұрар деген жігіт көшіп келді. Сондай жыл мұғалім болған екен, грамоталары бар екен, қызыл дипломға бітірген екен.
осы балаға көмектесейік бәріміз. Сол жерде Нұржамал Стамбекқызы, қалалық білім беру бөлімінің басшысы Амилдаева апай, сол апай айтты, сен 21 ақпан күні бізге кел, біз осы мәселені талқылаймыз деп. Как раз сол жерге мектеп директорлары, садиктің меңгерушілері келеді. Сөйтіп айтқан сөзінде тұрды, мен бардым, апай жиналысын өткізді Нұржамал апай. Сөйтіп айтты, сол бізге осы Тұрар деген балаға, бұл өмірде деді, бұл өмірде Нұржамал Стамбекқызының айтқан сөзі ұнады. Бұл өмірде тамыр таныссыз да адамгершілікпен де шешіп жіберетін мәселелер бар. Біз бәріміз осы балаға көмектесейік. Аға орнына аға болайық, әке орнына әке болайық, ана орнына ана болайық. Сөйтіп бұл баланы орналастырайық жұмысқа. Сөйтіп нөмірі 22-ші мектеп гимназиясының директоры Сенбек Сәрсенгүл Сырлыбайқызы орнынан тұрып, сен ертең маған жұмысқа кел, сен жұмысқа аламын. Тарихтағы болайық. Бардым, ертесіне өтінішімді қабыл алып, сағатты берді. Биылдан бастап, осы былтырғы оқу жылынан бастап, класс жетекшілік берді, сынып жетекшілік. 3 айлық курсқа жіберді. Сол рахмет айтам, көп. Неге осы ұстаздық жолды таңдадыңыз? Әлде басқа саланы таңдауға болмады ма? Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы дейді. Өзі тұқымда, өз әке шешеміз, ата анамыз, ата әжеміздің барлығы мұғалім болған. Мысалы атамыз, Әлменбет атамыз Ұлы Отан соғысына қатысқан, мектептің мұғалім болған, завуч директор болған. Қазақстан Республикасының сол кездегі ұстаз медальмен марапатталған. Анамыз да, әкеміз де мұғалім болғасын, өзі сондай болады екен. Бізде мұғалім болды. Сол ата анамыздың, әсіресе анамның жолын көрдім, қалай ұстаз болғанын, еңбек еткен. Сондықтан біздің нағашы ағаларым да ұстаз. Сондықтан жақында білесіз өзіңіз, мынау 3 айлық оқу деген шыққан. Рахмет мектеп басшысына, қалалық білім беру бөлімінің басшыларына 3 айлық оқуға жіберді. Сол кезде бізді көп нәрсеге үйретті. Мен қазір өзім қатты өзгердім. Сондықтан мен көп мұғалімдерге ұсыныс айтар едім. Көп барыңыздар. Ол оқу өте жақсы оқу. 3 деңгейлі. 1-ші деңгей, 2-ші деңгей, 3-ші деңгей, және ол жалақыға да ақша қосылады. 30%, 70%, 100%. Мен осы қазір тікелей эфирді бірге оқыған, осы Түркістандағы бірге оқыған әріптестерім бар. Ғалия Күнпейісова, Сивара деген әріптестерім. Соларға да осы тікелей эфирден сәлем жолдағым келеді әрі. Мархабат, жолдасаңыз да болады. Және сіздің сөзіңізден байқағанымыз, 3 айлық біліктілікті арттыруды оқу курсын оқып келдіңіз. Жаңа 3 деңгейлік оқу білім саласына қандай өзгерістер әкеледі? Өте қатты өзгерістер әкеледі. Бұл жерде біз мысалы бұрын сабақты 70% өзіміз сөйлеп, ләжімізді өзіміз түсіндіріп, 45 минутта сабақ өтсе, қазір жоқ. Ол жерде 80% оқушы өзі оқиды, өзі ізденеді, үй жұмысына дайындалады. Біз тек 20% бағыттаушы есебінде боламыз. Ол жерде 7 бағыты бар, бірақ өзіме қатты ұнайтын ақпараттық коммуникативті технологиялар, ИКТ дейді, компьютермен, интерактивті тақталармен, және видеороликтер жасағанды, слайдтар жасағанды өзім жақсы көремін. Ол былай екен, адам мұғалім сабақ түсіндіргенде әшейін ауызша, ол 4-7% ғана есте қалады оқушының. Ал сіз егер ақпараттық коммуникативті технологияны пайдалансаңыз, ол 20% ұлғаяды. Ал егер 7 бағыттың бәрін пайдалансаңыз, 100% оқушы сіздің сабағыңызды алып шығады. Сосын ол жалақы деген, мысалы мен қазір ай сайын 13.000 теңге қосымша ақша төленеді. Бұл оқудың барып келгеннің арқасы. Оқып жатқан кезіңізде де сізге 250 мыңдай ақша төлейді. Сіздің жалақыңыз сақталады. Сіздің әрі жататын жеріңіз, тамағыңыз, оқитын орныңыз барлығын мемлекет өзі қамтамасыз етеді. Мен өрлеу бағыты бойынша оқып келдім. Және мен барлық эфирді пайдаланып отырған айтар едім, бәрі ұстаздық жолды таңдаңыздар. Ұстаз жолы өте жақсы жол. Ұстаз деген ол адал адам. Дұрыс табақ, тәрбие береді. Және жаңа бағытта оқып келген Кембридждің бағдарламасы бойынша ол сіздің де қызығушылығыңыз артады. Сіз де іздене түсесіз. Әр оқушыларды сөйлеттіреді, сабақ айтады, қосымша ізденіске үйретеді. Оны қолдаймын. Әрине бәріне тағы да қайтып кеңес беремін, мектеп басшыларына көптеп жіберіңіздер оқуға. Сол жақта үйреніп келген жаңа ақпарат технология деп жатсыз ғой. Соны қолдана аласыздар ма қазір мектептеріңізде? Иә, бізде мысалы былтыр бізге осы бір кабинет, осындай жаңа кабинет, мен бюджеттен ақша бөліп, бізде хим кабинет ашылды. Ол жерде бүкіл интерактивті тақта бар,
бүкіл жабдықталған. Мен көбінесе соны пайдаланамын. Сосын мен мемлекет берген алдында ақша бар ғой, 250 мың теңге. Мен соған өзім проектор, өзім видеокамера, фотоаппарат, ноутбук, өзіме не керек, мен өзім сатып алған. Қазір мен ондайға тәуелсізбін. Өйткені мұғалімнің сабағы сол интерактивті тақтада бола беруді мүмкін емес. Сол кабинетте, басқа кабинетте болуы мүмкін. Сондықтан мен өзім ол жағынан тәуелсізбін. Қазір кез келген жағдайда өте аламын. Өте олар жеңіл, тез құрастырылады, әрі сабақта қызық өтеді. Өте қызық өтеді сабақ. Оған оқушылардың көзқарасы қандай? Оқушылар екі қолын көтеріп ескерген жауап беріп, қазір білім деңгейі біздің мектепте мысалы тарихтан 75% болмайды. Бұрын 55-56% болса, қазір ұлғайды, қызығушылық артты. Ол балдарды сөйлетуге үйретеді. Олар ізденеді, түсінесіз бе? Ол адам өзі көріп, адам оқушы 3 немен қабылдайды ортаны, сабақты. Көру, есту, жазу арқылы. Сізде бұның барлығы болады. Сіз қазір балдар өте дамып кеткен. Қазір өйткені үйлерінде компьютер бар, интернет бар. Олардың қазір мүмкіндігі көп. Соған біз де мұғалімдер лайық болуымыз керек. Ескі көзқарастан жаңа көзқарасқа бейімделу керекпіз біздер, мұғалімдер. Осы жаңа көзқарасқа бейімдейміз деп жүріп, кітаптан бас тартып қалмаймыз ба? Жоқ, ондай болмайды. Қайта ол ізденеді, мысалы сұрақ берген кезде, ол міндетті түрде, енді бұл жерде мұғалімге де байланысты. Ол ұмытып кетпеу керек. Ол кітап. Екеуін қатар алып жүру керек дейсіз. Біз ол бағдар жаңа технология енгізілгенмен барлығы сабақ бұрынғы жоспар бойынша өтеді. Бірақ мұғалімнің бірақ жұмысы жеңілдейді. Баяғыдай жаңағы календарный, PowerPoint дегендерді сіз қазір уже электронды түрде жасайсыз. Әрі жеңіл болады. Ондай қазір біздің өзі де елбасымыз да айтып жатыр. Жазудан тоқтату керек, қағазбастылықтан. Ол осы бір тиімді жолы. Және жақында біздің Нұржан Алстанбекқызы осындай ой тастап, 30 мамыр күні бүкіл Кентау қаласындағы 3 айлық курсқа барып келген, 3 деңгейде оқып келген мұғалімдер барлығы семинар өтті. Біз оның алдында да мектепте өттік, қалалық семинарлар, әріптестеріміз жинап. Ал бұл осындай бір деңгейге көтерді, басқаша. Енді болашақта тағы ой тастап отыр. Біз енді тағы да мектептің ішінде шақырып өткізу. Біз қазір мектепте өз әріптестерімізге үйретіп жатырмыз 3 айлықта деңгей бойынша. Мұғалімдер егер бұны алып кетсе, өте жақсы әрі білім сапасы көтеріледі, әрі қызығушылық артады. Біз оқушыларды сөйлетуіміз керек қазір. Көп олар ойлану керек, сөйлеу керек, қызығушылық артады. Мысалы, қараңыз, біз мектептен Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен оқушылар бәрін алып келе алмайды. Өзіңіз ойлаңызшы. А сіз интерактивті тақтамен, электронды оқулықпен сіз уже онлайн режимінде кіріп көрсетіп бере аласыз. Мына бөлмеде осындай кітапханасы бар, намаз оқитын жері бар, Қожа Ахмет Яссауи атамыз жатқан жері бар, тайғазы. Сіз ол бала көргесін қалай ұмытып қалуы да мүмкін емес қой. Сіз уже кейін алып келсеңіз де, жазды күні мысалы каникулда, ол бала уже біліп тұрады, айтып отырады сізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан естеріңізге саламыз. Бүгінгі қонағымызды қайта таныстырып кетсек, Кентау қаласының тұрғыны Мұхтар Әуезов атындағы 22-ші мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Омаров Тұрар Мәдениетұлы. Сұрағымызды одан әрмен жалғастырсақ, жаңа мектеп саласы бойынша әңгіме қозғап жатырмыз ғой. Жақында ғана осы түлектеріміз үлкен сыннан өтті. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеуден. Соған тоқталып өтсеңіз, жалпы Кентау бойынша ұлттық бірыңғай тест қалай өтті? Мен кеше осы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары бар, Кентауда газет, теледидарды көргенде, әріптестерімнен есту бойынша біз биыл Кентау 89-90%-ға жеткен. Былтыр 87% болса, биыл өте жоғары көрсеткіш. Біз Кентау былтырда, биылда осы облыста, республикада бірінші деңгей келе жатыр. Және бір тиімділігі ол бұрын естуімше Кентаудың оқушылары Түркістанға келіп тапсыратын болған. Қазір жоқ, 19-ші мектепте өзінің тест орталығы ашылған. Сосын бір күнде өтеді, бүкіл оқушылар тапсырады. Өте тиімді. ұбт-ның бір тиімділігі жері бұл баяғыда былай болады. Бұл неге бұған өтті? Өйткені баяғыда оқуға түсу қиын болады. Тамыр-таныс іздеп кететін, қиын. Қазір ұбт сіз тапсырасыз, бірден результатын айтады. Оны ешкім өзгерте алмайды. Біз байсыз ба, кедейсіз ба бөлмейді. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Мысалы, сен қандай білімді болсаң, сен біліміңді дәлелдеп, сертификатты алып, осындай бір сертификатты. Сіз Қазақстанның кез келген оқу орнына түсе аласыз. Евразиялық университет, Түркістандағы университет болсын, Алматыдағы, ол өте жақсы. Оны қолдаймыз. Әрине, көп дайындалу керек, оқу керек. Енді қазір теледидардан көріп жүрміз, шетел пікірлер айтып жүр. Мен өзім жалпы ұстаз есебінде
қолдаймын, ұбт өте жақсы. Рахмет. Осы жақында ғана Кентау қаласында жастармен кездесу өтті. Онда биылғы түлектерді шетелге оқуға бармауына, өйткені қазір өзіміздің Қазақстанның өзінде сапалы білімді университеттер ашылып жатыр ғой. Шетелге жатқан жастарымызды естіп жатырмыз, түрлі неге ұшырап жатқаны. Теріс ағымға кетіп жатыр, немесе өз-өзіне қол жұмсап, немесе біреу пышақталып кетіпті деп жатыр. Сондайдан сақтау үшін, өз шекарамыздан шығармай өзімізде сақтау үшін жастарды сондай кездесу, насихат өтті да. Соған сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен өзімде сол жиналыста болдым. Шетелге жұмысқа баруға, оқуға қолдайсыз ба оны? Мен мысалы бір шетін қолдаймын. Біздің 95 жылы елбасымыз 1995 жылы болашақ бағдарламасын жасады. Оның жаңағы білімді қазақстандықтар барып оқып келсе қайтып. Ол жерде біраз түйткілдер болды, өйткені өзім кеше ғана мектеп бітірген бала, ол шетелге барады да, ана өмірді көреді. Қандай күшті дейді жаңағы. Сол жерде қалып кетіп жатқандар да бар, тұрмысқа шығып. Ол мемлекеттің оған жұмсаған ақшасын мемлекет қайтара алмай қалған кездер де бар. Сондықтан үкімет бір 10 жылдан кейін жаңа бағдарлама қабылдады. Пәтерді тігу, яғни бір мүлікті ертең бұған жұмсалған ақшаны қайтарып алу үшін. Қазір ол бағдарлама жетіліп келе жатыр. Оған да енді бәрін жібере бермейді. Жыл сайын 3000 грант бөлінсе, оның тек бір 1000-ы барады. Емтихан бар, өз талаптары бар, ережелер. Тіл білуіңіз керек, мамандығыңызды жақсы білуіңіз керек. Қазір мынандай қылайын деп жатыр. 25 жастан асқасын жібергісі келіп жатыр. Ақылын тоқтатып, бала шағасы бар боласын, ол адам бұл қалып қоймайды, ол қайтып келеді. Қайтып келіп жұмыс істеп жатқандар да бар. Және біздің елбасымыз, енді ол үлкен шығын, мысалы, жатқатын жері бар, стипендиясы бар, ояқтың тағы бағаларды қымбаттау. Әрине білім сапасын жақсы беретін шығар, бірақ сондықтан елбасымыз Астанадан Назарбаев мектебін ашты. Зияткерлік мектептер, университет бар. Ол жерге қазір шетелдік бүкіл ұстаздар қазір сояқта жұмыс істейді. Қазір елбасының осындай бағдарламасы бар, министрліктің Қазақстанның бірнеше университетін дүние жүзінің 100 университет қатарына кіргізу. Мысалы, мен Назарбаев университетін көрдім, телеарнадан, өте күшті, сөйлеп жатыр, газеттен оқимын. Мысалы, мен өзім қызығанмын, оқыр едім сол жаққа барып. Біздің де қазір университеттердің деңгейі көтеріліп келе жатыр. Қазір мынау экономикалық одақ құрылды, Евразиялық. Ол да 3 елдің кез келген қазір қаласына барып оқуға мүмкіндік ашылып жатыр, жұмыс істеуге мүмкіндік ашылып жатыр. Сондықтан оқысын, бізде кезінде былай болған, 90 жылдан соңы қиын кез болды ғой. Бізде менде мысалы осы университетке түсім келмей, осы сауда саттықпен айналысып кеткімге, бизнесмен болып кеткім келген сияқты ойлар болған. Сол кезде мен анам айтқан, жоқ, сен оқуға түс, оқу жақсы, рахмет. Түстім, сол кезде бірінші енгізіліп жатқан осы тест 120 сұрақтың 110-ына мен дұрыс жауап бердім, түсіп кеттім. Сөйтіп университетте тегін оқыдым. Сөйтіп бітіріп, қазір қараңыз, бұрынғы сауда саттық қазір жоқ ондай. Қазір мен қазір өзім рахмет айтамын. Қандай көріп кел біліп отқан алдында. Қазір мен өзім дипломның жемісін жеп отырмын. Өткенде тарихтан қалада олимпиада болды, мұғалімдер арасында, пән олимпиадасы Кентауда. 2-ші орын алдым. Сосын сен өзің жақсы маман болсаң, сен ешқашан далада қалмайсың. Сен өзің білімің алып шығады. Қазақта айтады, білекті бірді жықса, білімді мыңды жығар. Әрине. Білім бар адам еш жерде қалмайды дейсіз ғой. Жаңа Евразиялық экономикалық одақ бойынша да сөз қозғап кеттіңіз. Осыған тоқталып өтсеңіз, өзіңіз тарихшы ретінде көзқарасыңыз қалай? 1994 жылы Мәскеу қаласында, Мәскеу мемлекеттік университетінде біздің елбасымыз сол жерде университетті сөйлеген. Осындай Евразиялық экономикалық одақ құрайық. Біз тәуелсіз мемлекеттерміз, ол кезде 91 жылы Кеңес одағы тарқағанмен тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Алматы қаласында 21 желтоқсанда қол қойды. Содан кейін, бірақ ТМД мемлекеті құрылғанмен ол жерде жүйе болмады. Тәуелсіз мемлекеттер шекарасы бөлек. Сосын Европалық одақтың негізінде біз құрайық. Ол кезде 4 мемлекетті елбасымыз айтқан болған. Ресей, Белоруссия, Қазақстан, Украина. Бір енді Украина жағдайын біліп отырсыз қазір соңғы. Сондықтан бұл 3 мемлекет бірнеше неден өтті. Кеденді одақ құрылды, Евразес деген одақ құрды. Міне соңы қазір Евразиялық экономикалық одақ. Құдай қаласа 1 қаңтар 2015 жылдан бастап жұмыс істей бастайды. Қазірдің өзінде мысалы шекара ашылды. Мен шекара ашылды, сіз бизнеспен айналыссаңыз да, осы соңғы 2 жылда сіз байқасаңыз, елбасымыз көп зауыттар ашты, фабрикалар ашты, жаңағы прямой эфирден.
мен ойлайтынмын өйтіп жатыр енді әртүрлі пікір болады ғой. Именно қараңыз, одаққа кірсек бізге бәсекелестік керек екен. Бір завод ашылса, ол жерде жоқ дегенде 3000 адам жұмыс істейді, 4000 адам. Заводта жұмыс істеген адамның жалақысы жоғары болады. Ол жерде демалыстар беріледі, өндіріс жанданады. Мысалы мен өзім Құдай қаласа жақында отпускіге шығамын, демалысқа 56 күн. Өзім мынау Астана, Мәскеу, Минск қалаларына барып қайту мақсатын қойдым. Өзім арнайы футболка жасап алдым, арнайы телекөрермен не деген керемет. Шүйелдің және артқы жағы осындай қылып істедім. Өзім сол қалаларда болып суретке түсіріп, сөйтіп Кентау қаласына қайтып келіп фото көрме ұйымдастырдық. Өзіңіз былтыр осы жақында 29 мамыр күні осы экономикалық одаққа Астана қаласында қол қойылды. Білесіз, ол да біз елбасын қолдауымыз керек. Өзімде осы кішігірім Евразиялық одақ жөнінде кішігірім өз бағдарлама жасадым, күнтізбелік жоспарлар, кішігірім брелоктар жасап алдым, сувенирлі. Сөйтіп 5-6 шілде күні Астана мерекесіне барып, мерекені суреттерге түсіріп, сосын Мәскеуге барғанда да ол тек бір әдемі қалам түсіру емес. Мысалы Мәскеуде Абайдың ескерткіші бар. Сол жерге барғым келеді. Тұрар Рысқұловтың мемориал тақтайшасы бар, сол жерге барсам. Панфиловшылар дивизиясы Мәскеуді қорғаған, Волоколамское шоссе деген бар. Сол жерде арнайы сол кісілерге мемориал кешен ашылған. Ұлы жеңістің 65 жылдығына. Сол жерге барып, суретке түсіріп, елшіліктерге барғым келеді. Сосын Кентау қаласының тұрғындары бар, қазақстандықтар, Мәскеуде тұратын. Бұрын осы жерде тұрған, кейін зейнетке шығып, сол жаққа көшіп кеткен. Солар кездесіп тұрады екен. Сол жерге барып, солармен сұхбаттасып, өзіммен бірге бір газеттер алып кеткім келеді, ақпараттар алып кеткім келеді. Сол жақында осы 2 күн бұрын қала әкімінің орынбасары Кентау қаласының Әділ Әуелбековте болдым қабылдауында. Ол ағай қолдады. Нұр Отан партиясы Кентау қаласында Расул Самат ағамыз қолдап, қалалық білім беру бөлімі Нұржамал апай, мәдениеттің басшысы Таукеева Жанат апайлар барлығы қолдап отыр. Мен өзімде қызығушылықпен бара жатырмын. Яғни өз қаражатыммен бара жатырмын, бірақ қызығушылық. Қайтып келгесін ол да бір біздің бұл экономикалық одақтың плюсы, біздің моноқалалар жанданады. Тікелей инвестициялар келеді. Бұрынғы тоқтап қалған шахталар жанданады. Біздің Кентауда трансформатор зауыты қазір биылдың өзінде мысалы 8%-ға ұлғайыпты экспорты. Ал егер біз одаққа кірсек, бұдан да ұлғаяды. Мысалы бұрынғы байланыстар орнайды. Мысалы Кентаудан шыққан тауар, мысалы шекарасыз, ешқандай кедергісіз Польшаның шекарасына дейін барады, Прибалтика мемлекеттеріне дейін барады. Мына жағында Жапонияға дейін, ақш-қа дейін қазір шекара жоқ, ашылды. Мысалы мен тағы бір дәлелдегім келеді. Мен өзіммен бірге тек төлқұжатымды алып барамын. 3 мемлекетке барғанда ешқандай өткен кедергі жоқ. Виза ешнәрсе керек емес. Ешнәрсе керек емес. Сосын мына медициналық қызмет болашақта 3 елдің азаматына бірдей қызмет көрсетеді. Мысалы үшін, енді Құдай сақтасын, бардыңыз, бір ауырып қалдыңыз сырқаттанып. Емханасына барсаңыз, дәл сізге сол Ресей елінің азаматындай сізге де медициналық қызмет көрсетеді. Мысалы, сіз жұмыссыз болып жүрсеңіз, басқа қалаларға барсаңыз, мысалы, мамандығыңызға сәйкес жұмыс орны болса, жұмыс істеп кетуіңізге болады. Бұл одақта әрі де жандана береді, дами береді. Бізге бұл Нұрсұлтан Әбішұлы дұрыс айтты. Бұл тек қана экономикалық одақ. Бұл ешқандай егемендікке, бір мемлекеттердің тәуелсіздігіне бір қол соғушылық емес. Мысалы, тауарлар келеді, арзан тауарлар, бәсекелестік болады, қайта арзандайды. Бұл халық ұтады. Бізде ешқандай қымбатшылық қалып келмейді, қайта арзандауға алып келеді. Біздің өнімдер экспорттала бастайды, жұмыс орындары көбейеді деп мен ойлаймын. Жақында ғана осы неден көк жәшік деген жаңалықтарын айтып жатыр ғой. Бензинде жанармайларымыз қымбаттайды деп. Соған қалай қарайсыз? Жанармай қымбаттайды дегенде енді ол бағада әлемдік экономикалық бағаға байланысты, биржаға байланысты. Бізде қазір бір тағы плюс болып тұр. Ресей ВТО-ға кірген, дүниежүзілік сауда ұйымына. Биыл Қазақстан да кіреді. Сол кезде баға қайта бұл шекара ашылғаннан кейін көп нәрсе арзандайды деп ойлаймын. Сосын енді мен өзім жалпы менде машина айдағам, менде көлік болған. Мен ұсынар едім. Ол автокөлік бар тұрған шығын, оның запчастьісі бар, бензин, майы бар. Мен айтарым, одан қайта кәдімгі қоғамдық көлікті пайдаланып, көпшілікпен бірге ұсынар едім. Барлық қалаларда веложолдар салса, велосипедпен жүреді. Ауа райына да тазарады дейсіз ғой. Мысалы, бензин жоқ дегенде күнде сіз 1000-2000 теңгеге бензин қоюыңыз керек. Сіз оны орнына тамақ алмайсыз ба, оны жинаңыз, басқа нәрсеге жұмсай бересіз. Мен өзім сөйтіп қорытынды шешім қабылдап, қазір мүлдем
жеңіл көлікке қызықпаймын. Мына көрермендерден сұрақ келіп түскен екен. Алмас деген баладан ер адамға ұстаз болудың оңай жақтары мен қиыншылықтары туралы айтсаңыз дейді. Алмас бауырыма рахмет айтамын, өте жақсы сұрақ қойып отыр. Мысалы мектепте көбінесе бізде әйел адамдар жұмыс істейді. Мысалы бізде ер азаматтар дене тәрбиесі, еңбек сияқты пәндер, алғашқы әскери дайындық, негізі 70-80% әйел азаматтар істейді. Менің ер азаматтар көп болу керек. Ер азамат болған кезде, сабақ берген кезде, ол жерде балдар да соған қарап. Мысалы мен өзіммен мақтамай қояйын, мен де өзімде кезінде Лес деген тарихшы ағайға еліктеп өскен. Бізге де көп мұғалім сабақ берді. Мен ол кісіге қызығатынмын. Еді екен білімді ағай. Ол айтып тұрғанда бір тарихты тыңдап отқан кезде өзім бір елігіп, бір қызығатын тарихи киноларға, сол ағай маған көп сеп болып кетті. Ер азаматтардың көп берген дұрыс. Ер азаматтар бар жерде салмақтылық болады, қызығушылық болады. Сосын бұл балалар деген кішкентай өсіп келе жатқан ағаш сияқты, тал сияқты. Сізге қарап бейімделеді, ата-анасына қарап. Ер азаматтарды, осының өзі мен қазір жұмысқа кіріп отырғанның өзі, осы білім басшыларының өзі соған әкеліп отырған, түсініп отырғанына. Алмас бауырыма рахмет, өте жақсы сұрақ. Мұғалім болыңыздар дегім келеді, өте жақсы мамандық мұғалім. Рахмет. Тағы да Нұргүл деген бауырымыздан түскен екен. Оқушылардың оқулықтары барлық талаптарға сай ма? Тарих пәніндегі оқулықтарда қателіктер, бұрмалаушылықтар, қате деректер беріліп жатады. Осы жайында не дейсіз дейді? Ол сұрақ екі түрлі көзқарас бар. Мысалы үшін тарих кітабы дұрыс болған басында. Біз бұрын 97 жылға дейін біз Кеңес одағының кітаптарын оқып келдік. Сол системаны. Қазір жаңа кітаптар шығып жатыр. Бізде бір не бар? Кітап баспаханалар көп. Кітап, Алматы кітап, Атамұра, бірнеше осындай баспаханалар бар. Бірақ бұрын кемшіліктер сәл-сәл болады, мен өзім тарихтан бергенсін. Қазір ол кемшіліктер азайып келе жатыр. Ондай қазір. Мысалы, кешеде ОБТ-да да мысалы көп тарихтан кемшілік шыққан жоқ. Бір сұрақ болды, Алматы сыра зауыты қашан ашылыпты деген сияқты. Бірақ оның өзі дәлелденген жоқ. Ондай сұрақ жоқ екендігін министрліктің өзі айтып отыр. Өйткені қазір ол тарих деген өзі сондай басқа математика нақты пән. Тарих нақты пән емес. Ол өзі заманына сай өзгеріп отырады. Қазір енді бір нәрсе бар, енді ол тарих кітабында мен көрнекілік суреттер көп болса екен деймін. Оқып жатқан кезде бала қарап қызығып оқитын отырады. Сосын көп жылдар беріледі, нелер беріледі, соны нақтыланса, менің өзім ойым ғой. Бірақ қазір бұрынғыдай ондай кемшілік жоқ. Азайып келе жатыр. Бар шығар. Ондай болады, экспериментальді кітаптар болды. Біз қателеспейік. Бізге енгізілген кезде біз ескерткен. Бұл экспериментальді кітаптар. Қателіктер болды. Ол бәрі жөнделіп, қазір кітаптың өз қалыңдығы, барлығы өзгерді. Қазір электронды оқулықтар көбінесе қазір шығып жатыр. Кітапханаларда да қазір мен әріптестеріме айтар едім, мектепте істейтін. Сіздер кітапханаға кіріңіздер, кітапханаларыңызда қазір электронды оқулықтар келіп жатыр. Соны алыңыздар, пайдаланыңыздар. Көбінесе ақпараттық технологияға қызығыңыздар дедім. Қазір соның заманы. Қазір бір нәрсе айтайын, болашақта мен айтпаймын 10 жылдан кейін ба, 15 жылдан кейін ба, бір мұғалім 3-4 класста сыныпта сабақ өте береді болады. Жаңағы интерактивті тақтаның көмегімен онлайн режимде. Мысалы 7-ші класс дейді, 7А-да сабақ болса, 7Б-да қатарынан бір мезгілде сабақ бере беретін боласыз. Сосын оқушылар үй жұмысын бүйтіп орындап алып бермейді. Сіз үйге электронды почта арқылы жіберіп сіз тексеретін боласыз. Сондықтан ақпаратты білген адам бәсекеге қабілетті болып мектепте жұмыс істейді. Мысалы қараңыз, бұрын адамдар еңбек етіп жерді жыртады, бидай егетін, астық егетін. Кейін жаңа техника шықты. Қазір ол адамдардың қажеті жоқ. Бір комбайнап орып шығады, жерді жыртып шығады. Заман соған келе жатыр. Жылдан жылға дамып келе жатыр. Коллективте 150 адам отыратын заман азаяды. Көресіз, бір ары кетсе 20-30 адам жұмыс істейтін болады. Бұл не деген сөз? Бұл бюджетке салмақ салмайды. Мұғалім универсалды, әмбебап мұғалім дайындап отыр ғой. Рахмет. Біздің де уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Соңғы сұрағымызды қойып үлгерсек, алдағы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Алдағы жоспар, бірінші жоспар осы. Одан кейін қайтып келгесін көрме ұйымдастырсам деймін. Одан кейін осы тарихтан бір олимпиадалар, өзгеше бір олимпиадалар, зияткерлік ойындар өткізгім келеді. Одан кейін осы көбінесе тарихи ойындарды аралатқан жақсы көремін. Өз балаларды ұйымдастырып, апарып, сол жақсы қызық. Сосын келесі жылы Кентау қаласының 60 жылдығы болады. Кентау қаласы. Бізде қазір жаңа әкім келген, білесіз, Мақұлбаев ағай, Әбдібақыт ағай өте
білікті, білімді, көп жерде жұмыс істеген басшы болып. Сол келесі жылы Кентау қаласының 60 жылдығы болады екен. Мен де өзім соған үлес қосқым келеді. Осы Кентау қаласының әдемі суреттерін түсірілген. Мен сол суретке хоббиім, қызығам. Соны осы Шымкент, Астана қаласында фото көрмелер ұйымдастырғым келеді. Мен естідім, кеше әкім сөйлеп отыр, жаңа парктер жөнделеді дейді, Кентауда екі парк, су құбырлары жөнделіп жатыр қалада, жол салынып жатыр, газ керек деп жатыр. Қаланың болашағы зор, ал менің жоспарым осы қалаға тікелей байланысты. Мен айтар едім, осы үлкен қалаларда тұратын, қиналып жүргендер бар, Астана қаласына, Алматы қаласына барып, квартира жалдап, пәтер жалдап, мен айтар едім, одан қайта ақшаңызды жинап, осындай шағын қалаға келіп, үй сатып алып, бала шағаңызбен тұрыңыздар. Елбасының, президентіміздің айтқан сөзі бар. Сен егер бақыт іздесең дейді, адам жүрмейтін жолмен жүр дейді, таңдамайтын. Қиын жолды адам жүргісі келмейді ғой, сен сол жолды таңда дейді. Сол кезде саған бақыт келеді дейді. Сондықтан бұл өмірде неше түрлі жағдай болады. Адамдар халыққа айтар едім, бейімделіңіздер, дамыңыздар, оқыңыздар, көп оқу керек. Оқусыз күнің жоқ деген сөз солай. Әрине. Рахмет, бүгінгі әңгіме әдемі әңгіме болды. Бұдан жастарымызда үлкен бір сабақ алды деп ойлаймыз. Өйткені сіздер осы жастардың көш басшысыздар ғой. Лайым жастарымыз сіздерге қарап өссін, осындай еліне елеулі, халқының қалаулы азаматтар болып өсе берсін дейміз. Және біздің хабарымызға келіп сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Біздің сұхбатымыз бұнымен аяқталмайды деп ойлаймын. Алда әлі көптеген шараларыңыз тұр, содан кейін де бас қосамыз. Сізге рахмет айтамын. Бұл студияға басшы да барлығы келеді. Үлкен зиялы азаматтар. Өйстіп қарапайым мұғалімді шақырып сұхбат алғандарыңызға мен ойлаймын, бұл бірінші. Көбінесе телеарнаны көрсек қызметкерлер сөйлеп отырады, қарапайым мұғалім шақырып пікірін білгендеріңізге мен өте көп рахмет айтамын сіздерге. Түркістан қаласының тұрғындарына, Кентау қаласының тұрғындарына болашағы зор. Әсіресе қазір Түркістан экономикалық аймақ, сауда-саттық, жолдың бойы, және туристік қала болып жатыр. Рухани астанамыз. Мен өзімді қуаныштымын, осындай үлкен Түркістан сияқты рухани астананың қасында тұрып жатқаныма. Өзім анам кезінде, жас кезінде, студент кезінде осы қалада оқыған Түркістанда. Өзіме бір жылы Түркістан халқына жақындығы бар дейсіз ғой. Дендеріңіз сау болсын, жұмыстарыңызда табыс, бала шағаларыңыз аман болсын. Рахмет, сізге де сондай тілекті тілейміз. Жұмысыңызға тек сәттілік. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.